Ыбырай ізімен Қарағанды қаласының нөмірі 101-ші мектеп-лицейіне педагог ағартушы Ыбырай Алтынсариннің есімі беріледі. Бұл туралы оқу орнында өткен дөңгелек үстел барысында белгілі болды. Іс-шара Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Толығырақ сюжетте. Такой очень хороший кабинет развития карьеры. Отойдите, пожалуйста. Нөмірі 101-ші мектеп-лицейінде өткен ауқымды шара кәсіптік мансап кабинетіне экскурсия жасаудан басталды. Онда мектептің құрылу тарихымен және оның болашаққа деген жоспарлары таныстырылды. Содан кейін жиналған қонақтар Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп кітапханасы базасында ашылған медиа орталықтың қызметімен танысты. Медиа орталықтың кеңістігі шығармашылық аймақтарға атап өтсек, электронды, оқу, пікірталас, демалыс аймақтары мен кітапханаға бөлінген. Танымдық экскурсия барысында қатысушылар Ыбырай Алтынсарин өмірі мен шығармашылығынан ақпарат беретін тақырыптық стендтермен танысты. Айта кету керек, аталған стенд тақталар заманға сай QR кодтарымен жетілдірілген. Бізде бір жыл бойы Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына арналған іс-шаралар облысымыздың барлық білім беру ұйымдарында өтті. Атап өтсем, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында, мектептерде және колледждерде өтті. Әлі де өтіп жатыр. Бұл апта бізде Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына арналған кел балалар оқулық апталығымен жалғасып жатыр. Жақында Қарағанды облысының білім басқармасының білім беруді дамыту оқу әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен республикалық көлемде ғалымның 180 жылдығына арналған Қазақстандық білім беру жүйесіндегі дәстүр мен жаңашылдық тақырыбындағы ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Онда республикамыздың педагогтары тәжірибе алмасуға мүмкіндік алып, барлығы 645 ғылыми мақала келіп түсті. Қазақ даласында дала қоңырауы атанған ұлт ұстазына арналған бұл конференция облысымызда тұңғыш рет ұйымдастырылды. Сондай-ақ шара барысында профессор Серікбай Оспановтың Ыбырай ізімен кітабының тұсау кесу рәсімі өтті. Бізге келіп түскен педагогтардың мақаласын енді іріктеп біз 270-ке жуық ғана жинаққа енгізіп отырмыз. Біздің ұстаздарымыз мақалаларын осы тәжірибеге бағыттап жазған. Өздері сабақтарында, өздерінің тәжірибелерінде Ыбырайдың шығармаларын қалай оқытып жүр, олардың ол кісінің жаңағы әңгімелері оқушыларға қаншалықты, мысалы, оларды функционалды сауаттылыққа дайындайды. Жалпы ол тәрбиелік мәніне көп көңіл бөлінген, өздерінің іздену жұмыстарының нәтижелерін көрсеткен мақалалар кездесті, жақсы тамаша мақалалар болды. Қазақ даласында білімнің шырағын жағып, ұлт ұстазы атанған Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен шығармашылығына арналған шара аясында педагогтардың, қоғам қайраткерлерінің және педагогикалық еңбек ардагерлерінің қатысуымен Ыбырай ізімен атты дөңгелек үстел өтті. Оның барысында оқушылар қонақтарға өздерінің көкейінде жүрген сұрақтарын қойды. Кездесу оқушылардың Ыбырай Алтынсариннің шығармашылығына деген қызығушылығын арттыру, ұлттық мақтаныш пен өзін-өзі тану сезімдерін қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылды. Тәжірибе жағына келетін болсақ, бұл осы мектептің қызметкерлері, яғни ұстаздары біздің музеймен үнемі қарым-қатынаста болды. Яғни біз бұл жаңағы ұстаздарға қолымыздан келгенше, яғни Ыбырай Алтынсарин мемориалдық музейіндегі бар құжаттармен бөліскен болатынбыз. Әрине өзіміздің тәжірибемен бөлістік. Ойлаймын, сол жаңағы алған материалдары арқылы жақсы бұрыш құрып отыр. Соңғы жылдары Қарағанды облысында мектептерге атақты тұлғалардың есімдерін беру дәстүрі қалыптасқан. Оның ішінде нөмірі 101-ші мектеп-лицейі Ыбырай Алтынсариннің есімін алуға, ол есімге лайық болу үшін түрлі іс-шараларға белсенді қатысады. Білім беру тәсілін, жаңашылдық деңгейін арттыруда қажырлы еңбек етеді. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жыл толуына орай көрнекті қайраткердің есімін аталған мектеп-лицейге беру туралы шешім қабылданды. Іс-шараның соңында нөмірі 101-ші мектеп-лицейі мен Қостанай қаласындағы Ыбырай Алтынсарин мұражайы аясында ынтымақтастық келісім шартына қол қойылды. Арман Қазбекұлы, Рустам Бараев, Наталья Заяц, 5-ші арна.